Қытай машиналары бек көбейді. Қытайдан келген. Біз болашақта ол СССР Қытай білән мөнәсәбәтләре бұзылған ие. Хатта біздің үйде ятадыр бір китап. 60-шы еллардың ақырында шыққан китапмы әлі Хрущев жетекші болғаш, ол Қытайға да барып қайтқанмы, аны Мао Цзэдун яратмаған, тігі халыққа ерік бергенге. Алар Қытай мәселен СССР-дағы шындай қаты тұтқан халықларыны хүкімет, аларыны шулардан өрнек алып, Қытайда күшлі болған шындай диктатура бір яғынан ойласаң. Айында Хрущев ерік бергеш біраз, анда ең бірінші Маленков енді колхозларға бақиллады бурышларын, налог салымларыны түшірділер. Біраз әлі юққа шығардылар ма, шулай халық яши башлады. Біраз мәктәпләрдә мәселен нишенші 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныфларда түләмей башладылар. Әлік біраз 40-ші елдамы, хатта ол болған түләп тұрғанлар, мәктәпте оқығанлар, кім 8-ші класқа кірген, алар ата-анасы түләп тұрған. Міне шуннан соң енді мөнәсәбәтләр бұзылғаш Қытай белән. СССРда тауарлар да сирәк көріне башлаган. Біз енді үлкен абыйларыбызда қалған есімізде Қытай фонариклар деп ол нешіктір аппақ болып уты янып тұрадыр хатталарының. Біз ауылда ол вақытта біздің балашақта урамларда фонарлар янмайдыр, соңыдан лампочкалар яна башлады. Шуны айтасы келі бізді шул вақытта фонариклар құтқарып қаладыр. Біз күз күнні яңғыр яуап шырақ мәселен, яз күнні клубқа барасың, киноға, танцыға, қараңғыда қайтасың. Ауыл ташланған, жоқ, зор көлемде. Шуа көріп, шыраққа батмасқа деп. Қытай фонариклары құтқарып қаладыр бізді. А біздің СССР фонариклары қызылғына ұт білен ялып тұрадыр ол шақта. Шунан соң редакцияда мен мәктәпті оқығанда, біраз мәктәпті бітіргеш, редакция білен бірге қызметтәшілік түзгенім, аларға материаллар yazып, шында қойсақта барып шығам. Университетті оқығанда, хатта практикада болғаным, бір кітапқыр. Университетқа кіргеш шулық мені каникул уақытындамы, каникул мына бір ай уақытындамы мені редактор ішқа шақырды, енді университетқа журфаққа кіргеш. Шында бір қазақ ханымы ішлеген янда. Ол қызық-мызық етіп шындайыны хал сөйледі. Бізге де радиодан айталар де, Қытай міне СССР-ға экспансия ясаяшақ, экспансия болашақ деп. Ол сөйлейді, әне бізде қартайған енді де, біздің юртымызда де, үйімізде де Қытайда ішленген, жетіштірген термос бар де. Ол ақта болған енді, ләктіріп алғанлар. Шул де сөйлейді, міне де Қытай солдатлары біздің үйге кірсе, шкафта көрсе де, мәселен, шул термосны де, міне бұл бейт менің термосым деп айтырды. Шул түгі күліп сөйледі анасы міне. Шул міне хатта. Қытайда көп нәрсе жетішірген. Шуасын енді СССР-ға үзділер алар түгі тауар жіберу. Біз аны ойлап тұрдық енді Қытайда яқшы сыйфатлы тауарлар жетіштірелер деп. Бәлкі біраз болғандыр енді. Бізге міне университетте оққан шақта айталар е. Қытай мы бүтән илләрін сөйлейлер е. Үзләріне юғары сыйфатлы тауар жетіштірелер де. Енді орысша айтмышы развитым странам деп атылар. Америка, бүтән жерлерме, Европада, Британия, Франция, шуларға де, аларға де бірінші сортына, өзлеріне юғары сорт, тігінде бірінші сорт, бүтән иллерге аларына развивающие страны деп атыда де, аларға де екінші сорт тауарны жіберіп тұралар де. Гіл шулай деп айтқан ебізгі ал.
Әйе. Бір яқтан дұрыстыр. Чөнки мәсәлән, менә мин әле Одессада абый мәрхүмнең кызы, шуның кияуы миңа теге дөньяны диңгезләрдә узып, помощник кока дип, аш пешерүченең ярдәмчесе, ягъни. Шуна бер портка кергәндә Кытайгамы алган ул. Анда бер сүздә язылмаган, я инглиз телендә, я кайсы телдә, тик Кытай телендә язган чәй. Мин аны шул пакетикне ничә ел инде саклап барам. Кайсы вакытта күңел ачырга дип ишәм. Ул бик тәмле шундый чәй пакетта. Булай ал Кытай чәен. Ана Таҗикстанга бар, яшел чәй. Авызга алып булмый. Мин базарга бардым, мәсәлән. Иң кыйбатны бир әле дидем. Чөнки бер вакытта мин шул яшел чәйне ичкәндә, авызымда тәме калды, компот, тәмле бер су, җимеш су ичкән кебек. Бу ничә тапкыр инде монда да сорадым кыйбатны, ул кыйбатны бирде. Алып кайтып мин аны чәй ясап ичкәнем. Шул салам әйтерсең, фломастер белән буяганнар да саламны шулай сатканнар. Менә шундый җәмәгать. Кытай хәзер үзгәрде. Товарларын сыйфаты. Менә бу машиналар да мәсәлән Кытайныкы диләр, китайские подделки диләр. Подделка да имеш. Сыйфатлары түбән. Бер вакыттан соң сына башлый. Хатта кызыксынсаң интернетта, анда мин вакытта караганым, күрсәткәннәр. Я мандарин, я нәрсә үсә, шунда арык, су, чырак. Шуңа күрә мин әйтәм, чәй алгач та сез башта аны су белән чайкатып түгеп ташлагыз. Чәен, соңдан яңадан кайнатыгыз. Кайнаган суга мәсәлән салыгыз, бераз кайнаганга. Булай ярамый ул. Сез аны чырак ул кем белә кайда йөргән. Әле безнең мин редакция беренче еллар эшләгән чакта тулай тракта торган педагогия институтын. Шунда бер апа, абзый туганнар кебек ие. Миңа шатланалар. Шунда апа әйтә, утырды чәй ичти. Халал җифетенә. Теге әйтә, юк ди. Чәй белән Кытай күтен юган ди. Менә шуңа күрә инде дөрестән безнең ата-бабаларыбыз электән бит сәүдә эшләп кайтканнар, күргәннәр, күпне белгәннәр, инде буштан-бушка кеше әйтмәс аны. Алар Кытайдан сыйфаты нинди икәнне белеп торганнар кайсы вакытта. Менә шуны әйтәсем килгән җәмәгать. Кызганычка каршы менә безнең теге васты, мин әле бергә укыган университетта, журналистика факультетында бер малай Биличенко дигән. Инде без журфакны тамамлаган адәмнәр шул төркем безне җыйналганда, курс җыйналганда бер китап кебек нәрсә чыгарганнар. Һәр кайсыбыз үзебез турында сөйли анда. Ул анда үз турында язган. Мин ди урысча әйтәм инде. Я живу и работаю на родине российского автохлама дигән. Российский автохлам ди. Күрдегезме? Шунда автохлам җитештереп торалар, беләләр. Шунда да имеш ничек инде берәрсә үзгәртәлмиләр. Нигә сыйфатын күтәрмиләр? Белмим мин аны. Алар менә шул шунда торган мәсәлән Тольяттида торган татарлар күрсә моны тыңласа, аңлатып бирсеннәр. Алар фикере буенча ни сәбәпле ул аларның машиналары шундый әшәке. Белмим, менә булар да мәсәлән бераз юньле була башладылар, газель дигән. Элек булмады алар. Элек юк алар, элек бигрәк әшәке булган иде. Менә безнең шу урысча атыйлар бит подземный переход дип ясаганнар кайсы автобус тукталышында менә пластиктан пияла кебек мәсәлән пластиктан. Монсы әле сыйфатлы менә. Кайсылары менә монда җәй көн яңгыр булса, әле яңгырлар да булмады бит. Яңгыр булса ушында су буладыр. Менә бу сыйфат инде. Бер кайчан да уйламыйлар сыйфаты яхшы булсын дип. Ул менә мин
сұрау бересің келгеніне, бір орыс тілінде шығарылышта сұрайсың келе. Турдан туры ашық рәвіште. Ол мәселен Шулталияттида автоваз жетекшілері, алар шу Жигули машинасына отырып берейлер мекен жетекшілері, әлі шетелден алған машиналар білін. Міне шунсы да мені қызықсындыра. Мен ол шәһәрдә бір де болмадым, мені бек анда тартмайды. Әгер де мен анда болсам, мен шул сұрауларны беріп, қызықсынып, бір видео ясарым. Түрелері, алар бет офислары бар. Мәселен, генерал, мүдир келіп, шунда президент компания, автоваз. Нендей машиналар білен жүрейлер екен алар. Енді Жигулиға отырмайлар, енді міне шындай. Бәлкі персонал аларға жетіштірәлердір енді. Жоқ дегенде кем десе. Міне шunu білен тамамлайсың келе. Чөнки міне тағы шу машиналар яна өтіп кетті. Қазір көрдіңіз ме? Кішкене генә 4 подъездлы 5 қатлы йорт. Әлі кеш түгел. Кеш болса машиналары мұнда үйіліп тұрашақ. Үйіліп тұрашақ машиналар. Міне көрдіңіз ме? Хатта тіге кино бар бит. Высоцкий ойнаған. Нәрсе деп атылар аны сказ про то, как царь Петр арапа женился. Шунда Высоцкий бір персонажны ойнай. Айта бит ол. Нет у человека злее врага, чем он сам де. Біздің кішілер де міне шәһәрнің бір шетінде генә тіге жерде мәселен анда илек машиналар қоя тұрған орны бар еді. Аларны жоқ еттілер де ернелер, бір-екі адым жаяу барыға. Алар енді менің фикірім бойынша бара-бара міне подъездның янында түгел, хатта міне подъездға кіртіп, шунда нешіктір машина бірінші этажда тұрсын деп талап етерлер. Мәселен, әбірекейге де машинаға отырып барылар. Шалай болмас деп күләсіздер. Жоқ, болашақ. Кім әлі айтты міне шылай машинаны үйана кетіріп қоялар деп. Аны ілік ұрлағанлар. Қазір кімге керек алар? Біреуге де керек бе ол машиналар аларының ғадигіна не қыламын. Міне әлі мен 90 жылдар башларында базарыны язадырым. Тематикасын шунда базар директорына отырам, анда мэридан біреу келген машина білен. Міне дей машинаны қуып кеттілер яңағына деп зарланып кетті. Тағы кімдер машинаны қуып кеттілер. Қазір кімге керек алар? Әне бізде маркировка автомобилей деп әлік военкоматта ішлеген кіші, менің таныш подполковник ма, шундай бір военкоматтан кетіп, шундай мәселен машиналар детальларына маркировка ясылар. Әгер де машинаңны ұрласа, сен емеш бүтен кішіден табасың ол нелеріні деп. Шул машина қоған деп. Қазір ізлемейлерді бір көді керек ме, шына көранын фирмасы ұзақ яшамады да. Хатта мен аны yazғаным, компьютерда маркировканы морковка автомобили деп біздің корректорда ихтибар етмеген компьютерда хата айтып шығарғанлар, солай бүтін шәһәргә күлкіге қалдылар морковка автомобили деп. Іші де болмады морковка болғаш енді. Все, исән сау болғас. Мен қазір қайтам әлі үйге міне.